Қазақ мұра жүйесіне қош келдіңіздер. Бұл бейнежазбада Excel тізімі арқылы қолданушылар қосуды талқылаймыз. Ол үшін жазылым бетіне өтесіздер. Жазылымда жоғарыда менюда қосу және де импорттау үлгісін жүктеп алуды таңдайсыздар. Excel таблицасы жүктелгеннен кейін оны Microsoft Excel арқылы ашасыздар және сіздерге жалпы тізім пайда болады. Бұл жерде бірінші тұрған столбтағы ақпаратты өзгертпейсіздер, яғни first name, last name, first name, type, class, letter дегендер. Басқа ақпаратты өздеріңіздегі жалпы тізім бойынша өзгертесіздер, аты жөнін жазасыздар. Type'тағы people, teacher, staff'ты қалдырасыздар, яғни бұны жалпы жұмыс барысында қолданатын боласыздар. Яғни people бұл оқырман, teacher сынып жетекшісі, staff мектептегі қызметкер. Яғни staff'ты сіздер класс және letter белгілемесе, сыныптың саны мен әркім. Жалпы мысал ретінде айтатын болсақ, мысалы бір сыныпты алатын болсаңыздар, 25 оқырман. Соның барлығын жалпы тізімге толтырасыздар, people белгісін қойсыздар және сынып әркімнің санын. Сонымен қатар teacher жазып, яғни сынып жетекші ретіне кетеді. Кейін структура автоматты түрде пайда болғанда, сол структурада сынып жетекші түрінде тұратын болады. Барлығына бірдей класс және letter қойсыздар. Тізім сақтағаннан кейін қайтадан жазылымды ашасыздар. Қосу батырмасында импорттау батырмасын таңдайсыздар. Осы жерде жаңағы тізім таңдап жүйеге жіберуіңіз керек. Жібергеннен кейін автоматты түрде бүкіл тізім қолданушы ретінде автоматты түрде пайда болады. Кейін егер оқырманға кіруге арналған логин және құпия сөз беру керек болатын болса, өту батырмасын таңдайсыздар. Және кіру картасын жүктеп алып беруіңізге болады. Назар аударғаныңызға рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, WhatsApp арқылы қолдау қызметіне хабарласа аласыздар.